Мен Жаңбырбаев Сәкен Сахитжанұлы, Тарас Шевченко атындағы 13-ші орта мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз қазақтың ұлттық ойындарымен танысу. Оқу мақсаты патриоттық сезімнің не екенін біледі, бір-бірімен әрекет ету, адал бәсекелестіктің мағынасын түсінеді. Сенің білетінің қазақтың ұлттық ойындары туралы, қан талапай ойыны туралы. Сенің меңгеретінің қазақтың ұлттық ойындарымен танысу, қан талапай ойынының ережесін білу, қан талапай ойынын ойнауды үйрену. Сабақты бастамас бұрын ой қозғап алайық. Қазақтың қандай ұлттық ойындарын білесіздер? Дұрыс айтасыздар. Қазақтың ұлттық ойынына қыз қуу, арқан тарту, көкпар, теңге ілу, сақина салу, алтыбақан, тағы басқа жатады. Асықпен ойналатын қазақтың қандай ұлттық ойындарын білесіздер? Жарайсыздар, оқушылар. Асықпен ойналатын ойындарға қан талапай, асық ату, 5 асық жатады екен. Олай болса, жаңа сабағымызды бастайық. Қазақ халқы ұлт ойындарына бай халықтардың бірі. Бірақ ол ертеде ауызекі туып, жалпақ жұртқа ауызекі таралып отырған. Қазақтың ұлттық ойындары туралы қағаз бетіне түскен алғашқы деректер 13-ші ғасырдан басталды. Оны алғаш жинап, Еуропа жұртшылығына таныстырған Италия саяхатшысы Плано Карпини болды. Қазақтың ұлттық ойындарына бәйге, көкпар, қыз қуу, аударыспақ, 5 асық, арқан тарту, алтыбақан, асық ату, қан талапай, теңге ілу, тағы басқа жатады. Енді біз осы ойындардың ішінен қан талапай ойынына тоқталатын боламыз. Қан талапай қазақтың ұлттық ойындарының бірі. Ойнаушылар шеңбер бойынша отырады. Басқа асықтар арасынан ерекшені қан деп таңдап, шеңбер ортасына асықтарды шашады. Асық қандай жағымен құлағаны маңызды. Өйткені ашық ішік құласа ішікпен қағады, бүкті бүкпен, тәйкені тәйкемен, алшыны алшымен қағуға болады. Егер ойнаушы тигізбесе, немесе басқа жақпен тигізіп қақса, онда жүріс келесіге беріледі. Асық бойынша қағу тек үлкен саусақтың жоғарғы бөлігімен жасалынады. Қан кімде болады, сол жеңімпаз аталады. Қан талапай ойынын ойнамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп, сергіп алайық.
Al endi o'quvchilar Хан Талапай ойынын ойнап үйренейік. Хан Талапай ойыны. Ойынды бастамас бұрын ережесімен таныстырып өтейін. Асықты елге шашамыз. Осы асықтардың ішінен бір асықты хан қылып сайлаймыз. Мысалы, мен мына қызыл асықты хан етіп сайладым. Осы хан асығына ойынның соңына тигіземіз. Хан кімнің қолында болса, сол жеңімпаз болғаны. Ал енді ойынды түрту арқылы ойналады. Саусақтың ішкі жағымен немесе сыртқы жағымен түртеміз. Бүкті бүкке, шикті шикке, тауқаны тауқаға, алшыны алшыға. Енді асықтар бір-біріне тимей жату керек. Тиіп қалған жағдайда келесі оқушы бастайды. Ойынымызды бастамас бұрын қай ойыншы бастайтын анықтауымыз керек. Осы жерден асық таңдаймыз. Мен өзіме сары сақан таңдадым. Мен ақ сақан таңдадым. Мен көк сақан таңдадым. Осы үш сақаны үйіру арқылы қай ойыншы бірінші болатынын анықтаймыз. Бірінші ойыншымын. Бүк екінші ойыншы. Шик үшінші ойыншы. Асықты өте қашыққа да шашпаймыз, бір қалыпты ара қашықтық сақтап тұру керек асықтар. Асықтар бір-біріне тимей жақсы жатыр. Енді бүкті бүкке тигіземіз. Бүкке бүк. Шикті шикке дейді. Егерде шик пен шиктің ара қашықтығы алшақ болса, ортасынан басып, үстіне апарып тастауға болады. Тимей қалды. Асықтар бір-біріне тимей жақсы жатыр. Үстіне басамыз да. Тимей қалды. Келесі ойыншы. Бүкті бүкке, алшыны алшыға. Енді бұл бүктің келесі ойыншымыз. Бұнада үш асық бір-біріне келмей тұр. Біреу тауқы, біреу әлші, біреу шик. Келесі ойыншы бастайды. Бұл жерде бірдейлер жоқ. Келесі ойыншы бастайды. Шикке шикті. Burada бірдейлер жоқ. Үшеуі де бірдей. Тиді. Бұл жерде көк сақаның иесі жеңімпаз атанды. Жеңімпаз атанды. Неше асығым бар мен? 3, 6, 9, 10 асықпен 10 ұпаймен жеңімпаз атанды. Тест тапсырмасını орындап, онлайн мектепке жүктеңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.